Бүгінде облыс бойынша мемлекеттік мекемелерде 170-тен аса қызметтік орын бос тұр. Жыл басынан бері 58 сыбайлас жемқорлық сипатында қылмыстық іс тіркелген. Осы және өзге де мәселелер құзырлы орган басшыларының қатысуымен өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Жемқорлық сипатында қылмыстардың басым бөлігі пара алуға қатысты тіркелген. Соның ішінде мемлекеттік және салалық бағдарламалар бойынша шағын және орта бизнес өкілдерінен жүйелі түрде пара алу қылмысы бойынша 7 дерек анықталған. Жалпы жыл басынан бері 25 адам жемқорлық қылмысымен жауапқа тартылып, оның 7-еуі бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Әсіресе бұл індет құқық қорғау органдарында тыйылар емес. Енді жыл басынан бері 4 көрсету стандартын өңір үшін өзекті мәселенің бірі бұл құқық қорғау жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық. 18 жылдың есепті кезеңінде құқық қорғау органдарының 4 қызметкеріне қатысты қылмыстық істер өндіріспен аяқталды. Бұл ең бастысы жаңа ішкі істер органдарының қызметкерлеріне қатысты істер. Сондай-ақ аймақта 4 адамға 14-24 сенім телефон арқылы сыбайлас жемқорлық қылмысы бойынша құзырлы органға дер кезінде ақпарат берген үшін мемлекет тарапынан берілетін сыйақы берілген. Бүгінде электрон түрде көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің үлесі 2 есеге ұлғайды. Әлеуметтік желілер арқылы қоғамдық бақылау картасы жобасы қарқынды жүзеге асырылуда. Нәтижесінде өңір тұрғындарынан 16 арыз шағым түскен. Көбісі жер мәселесіне қатысты, сондай-ақ кейбір жергілікті атқарушы органдарда әлі де бос қызмет орындары жетерлік. Мәселен, Кірістер департаменті қазынашылық басқармасы мен құқық қорғау құрылымдары кадрлы толықтыруды қажет етеді. Барлаған қызметкерлердің саны осы жылдың басынан бері бізде 4 мемлекет қызметші қызметінен босатылды. Оның 2-еуі сыбайлас жемқорлық әрекеттерге барған үшін, және 2-еуі тәртіптік мемлекет қызметшілер мен сыйыспайтын теріс қылық әрекет үшін қызметтен босатылған. Қазіргі таңда бұрынғыдай пара беру, немесе делдал болу, алаяқтық әрекеттер таныту сияқты оқиғалар кездесіп қалады, бірақ дегенмен де жалпы динамика жылдан жылға төмендеп келе жатыр. Мен ойлаймын, бұл бірінші кезекте мемлекет қызметшілерінің ішкі мәдениетінің өскендігі, халықтың құқықтық сауатының жоғарылағандығы деп білемін.